Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз сіздермен бірге Қазақстан тарихы пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаймыз. Менің аты-жөнім Қанат Тұрғынбаев болады. Ең бірінші тарих мәселелерін, оның ішінде отан тарих мәселелерін айтпас бұрын Қазақстан тарихының кезеңдеріне тоқталып өтуіміз керек. Бүгінгі күнде осылай классикалық тұрғыда қалыптасты, отандық тарих білімінде де осылай қалыптасты. Қазақстан тарихының кезеңдері ежелгі дәуір, орта ғасырлар, жаңа заман дәуірі және қазіргі заман болып 4 кезеңге бөлінеді. Ежелгі дәуірде Қазақстанға тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі, оның ішіндегі темір дәуіріндегі негізгі 5 тайпа Сақ, Сарма, Тұғын, Үйсін, Қаңлы мемлекеттерінің, тайпалық одақтарының дамуы қарастырылады. Орта ғасырларда Қазақстан ерте, орта, кейінгі деп 3 кезеңге бөлініп, оның ішінде ерте дәуірде түрік, батыс түрік, түргеш, қарлы қағанаттары, орта дәуірде Оғыз, Қыпшақ, Қарахан, Қарақтай, Керей, Найман, Жалайыр, Қарахан мемлекеттері, ал кейінгі орта ғасырларда Алтын Орда, Ақ Орда, Моғолстан, Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасы және Қазақ хандығының құрылу кезеңдерімен аяқталады. Сонымен бірге орта кезең мен кейінгі орта ғасырлар аралығын қамтитын тұста, яғни біздің тарихымыздағы моңғол шапқыншылығы кезеңі қарастырылады. Енді келесі кезең, яғни жаңа заман дәуірі, егер енді біз хронологияны айтатын болсақ, бұл 18 ғасыр мен 20 ғасырдың басы. Біз бұл кезеңдерде Қазақ-жоңғар соғыстары, Қазақстанның Ресейге қосылуы, осы тұстағы ұлт-азаттық көтерілістер, яғни Қазақстанның өз тәуелсіздігі үшін күреске шыққан Сырымдатұлы, Исатай Тайманұлы, Кенесары Қасымұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы сияқты біздің аталарымыздың көтерілістерін қарастырып өтетін боламыз. Сонымен бірге Қазақстанның Ресейге қосылуының салдары және Қазақстандағы Ресей жүргізген әкімшілік басқару реформалар, олардың нәтижелері, сонымен бірге осы аралықтағы мәдениеттің дамуы, баспасы, одан қалды біздің рухани мәдениет, ақын жырау сияқты, қазақ ағартушылары сияқты мәселелерді қарастыратын боламыз. Төртінші, яғни соңғы кезең, бұл қазіргі кезеңдегі Қазақстан, қазіргі заманғы Қазақстан. Бұл екі кезеңге бөлінеді, 1917-1991 жылдар, яғни КСРО кезеңіндегі Қазақстанның дамуы, одан кейін 1991 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі аралықты қарастырылады. Енді біз осы мәселелер енді айналып келгенде барлығымыздың негізгі мақсатымыз осы тест бойынша жұмыс жасау. Сондықтан енді мына жерде айта кететін бір мәселе бар. Бұл ең бірінші тесттің қандай түрлері болады. Біз көбіне мысалға түрлі тест жинақтары бар. Енді мен оларды қолдануға дұрыс емес деп есептемеймін, бірақ дегенмен неғұрлым осы тестіге дайындық барысында, тест жинақтарында көбіне осы кейінгі жылдарда шыққан, осы соңғы тіптен 2-3 жылда шыққан тест жинақтарын қарастырған дұрыс деп айтар едім. Сонымен бірге балалар, ең бірінші мынадай мәселеге назар аударуымыз керек. Бұл жерде мысалға бірінші сұрақты қарасаңыздар, энеликтік шебір мекені орналасқан өңір дейміз. Бұл енді мысалға дұрыс жауабы Маңғыстау болатын болса, одан кейін барып екінші сұрақты қарасаңыздар, бұл жерде керісінше сұрақтың жауабы сұрақтың орнына шығып тұр. Мына бірінші нұсқада Маңғыстау жауабы болып тұр, ал келесі сұрақты қарасаңыздар, Маңғыстаудан табылған тұрақ шебір деген осындай сұрақ құрастырылып тұр. Соған қарағанда енді бұл жерде мен сіздерге айтатын, сұрақ пен жауаптың екеуінің орнын ауыстырып отырып жаттаған дұрыс. Енді өзі Қазақстан тарихының жалпы спецификасы солай, ерекшелігі осылай болып келеді. Біз негізі жаттаумен ғана әрине түсініп оқуымыз керек. Сонымен қатар тестпен де қатар екеуі жұмыс жүргізіліп отыруы тиіс. Енді кейінгі жылдарда енгізілген мәтін сұрақ, енді биыл өздеріңіз білесіздер, біздің ұлттық бірыңғай тестілеу, оның ішінде Қазақстан тарихы бойынша енгізілген өзгерістер бойынша сұрақтардың саны былтыр 15 болса, биыл 20-ға көбейтілді. Оның ішінде 10 сұрақ кәдімгі бір сұрақ, оның 5 жауабы болатын, 4 жауабы болатын болса, одан кейін енді 2 мәтін сұрақ тест сұрақтар ретінде енгізіліп отыр. Сондықтан бұнда бір ерекшелік, бұл жерде карта да беріледі, бұл жерде тұлғалар да беріледі, бұл жерде немесе бір хрестоматиядан болмаса оқулықтың ішінен қысқартылып алынған осылай мәтін беріледі. Бұл жерде мен сіздерге ұсыныс айтар едім. Ең бірінші, кейбір сұрақтардың жауаптары сол осы мәтіннің ішінде тұрады. Сондықтан бірақ та оған сәйкес келмейтін де жағдайлар болады. Яғни бір белгілі бір кезең бойынша сызба, яғни схемалар түрінде, болмаса кесте түрінде, болмаса карта түрінде, болмаса адамдардың тұлғалық
автопортреттері дейміз ғой, сол арқылы да берілуі мүмкін. Осыған байланысты сіздерден сол кезеңге, сол оқиғаға қатысты сұрақтар қойылып жатады. Міне осы жерде сіздерге жаңағы жалпы сол пән бойынша алған білімдеріңіз немесе жаңағы алдындағы тест сұрақтары сияқты сонда жаттаған мәліметтеріңіз керек болып жатады. Сондықтан енді мәтін сұрақта бүгінгі күнде өте маңызды болып тұр. Өйткені егер енді барлығы 20 болса, оның тең жартысы, яғни 50% осы мәтін сұрақтарға беріліп тұр. Енді ең бірінші осы біздің енді жаңағы министрлік бекіткен оқулықтардың тізімі бар. Осы оқулықтарға тоқталып өтуіміз керек. Қандай оқулықтар жалпы дайындық ретінде керек? Бір қуантарлығы, бұл оқулықтар қазір күнде қолжетімді. Енді мектепте де беріп жатқан болар сіздерге. Енді мына жерде қарап өтсек, Бакинаның Қазақстан тарихы жалпы білім беретін мектептің 6-шы сыныбына арналған оқулығы, Алматы Атамұра баспасынан 2018 жылы шыққан. Одан кейін барып осы автордан Қазақстан тарихы 7-ші сыныбына арналған оқулық, Алматы Атамұра баспасынан 2017 жылы шыққан. Қабылдиновтың кітабы Қазақстан тарихы жалпы білім беретін мектептердің 8-ші 7-ші сыныбына арналған оқулық. Бұл да Алматы Атамұра баспасынан 2018 жылы шықты. Одан кейін барып Талас Омарбековтың Қазақстан тарихы жалпы білім беретін мектептің 8-ші сыныбына арналған оқулығы. Бұл Алматы мектеп баспасынан 2018 жылы шықты. Енді келесі оқулыққа тоқталатын болсақ, бұл Қазақстан тарихы жалпы білім беретін мектептің 8-ші 9-ші сыныптарына арналған оқулық. Бірінші бөлім, бұл жалпы оқулық 2 бөлімнен тұрады. Өскенбаевтың авторлығымен шыққан Алматы мектеп баспасынан 2019 жылы. Және осы екінші бөлімі осы оқулықтың Қазақстан тарихының жалпы білім беретін мектептің 8-ші 9-ші сыныптарына арналған оқулық. Автор Өскенбаев, Алматы мектеп баспасынан 2019 жылы шыққан. Келесі оқулық Аяғанның кітабы Қазақстан тарихы 9-ші сыныпқа арналған оқулық. Алматы Атамұра баспасынан 2019-да. Келесі оқулық Қабылдиновтың кітабы жалпы білім беретін мектептің 9-ші 8-ші сыныбына арналған оқулық. Бұл да Алматы Атамұра 2019 жылы шықты. Міне Жандосованың кітабы 10-ші сыныпқа арналған оқулық. Алматы мектеп баспасынан 2019 жылы шыққан. Қабылдиновтың кітабы Қазақстан тарихы 11-ші сыныпқа арналған оқулық. Атамұра баспасынан 2020 жылы шыққан. Және соңғы оқулық Қабылдиновтың 11-ші сыныбына арналған оқулық. Екінші бөлім Алматы Атамұра баспасынан 2020 жылы. Бұл жерде мен неге сіздерге тәпіштеп тоқталып жатырмын? Бұл авторлар бұрыннан өзі мектептің оқулықтарын жазып жүрген авторлар. Ең бастысы бұл жердегі айта кететін мәселе, мынау оқулықтың, кітаптың шыққан жылына қарауымыз керек. Себебі осы кітаптар, мысалға өздеріңіз білесіздер, мысалы Қабылдиновтың 8-ші сыныпта шыққан кітаптары бар, осыған дейінгі, бұл 2008 жылдардан бастап қателеспесем. Мысалға Бакинаның да оқулықтары бар. Бұл да ескі басылымдар. Ескі жаңада бөлмейміз, бірақ дегенмен бізге осы тест сұрақтары, мәтін сұрақтарының барлығы осы авторлардың осы жылдары шыққан кітабынан берілетін болғандықтан біз міндетті түрде осы кітаптарды пайдалануымыз керек. Әрине кітаптың жалпы кітаптар өте көп, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде міне 4, 8, 11 кітап тұр. Негізі кітаптардың саны бұдан да көп. Өйткені енді жаратылыстану және қоғамдық гуманитарлық бағыт бөгетке бөлінетін болғандықтан, бірақ дегенмен осы 11 кітаппен қарастырып, 11 кітаппен дайындалатын болсаңыздар, сіздерге енді жалпы өте жоғары жетістіктерге жетуге, жоғары балл жинауға мүмкіншілік бар. Сонымен қатар мынау енді оқулық KZ сайты. Осыны қараңыздар. Егер енді мысалы қолжетімді болмаса, тіптен өздеріңізге жұмыс істеуге ыңғайлы болса, мүмкін жаңағы интернеттен алып осы оқулықтарды мүмкін шығарып, конспектін оқып отырып, сызып, бір белгі жасап отырып дайындаларсыздар. Әйтеуір енді ең басты мақсат осы ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинау үшін енді барлық жұмыстарды жасауымыз керек деп есептеймін.